Сәлем достар, мен бүгін балды пирог десертін дайындаймын. Ол кез келген дастархан сәнін ашады, дәмін келтіреді деген сенімдемін. Жасап көрулеріңізге болады. Бізге ол үшін ең алдымен 70 грамм сары май және де 2 ас қасық бал қажет. Оны біз газға қойып, баяу отта ерігенше күтеміз. Ерігеннен кейін оны кішкене суытып аламыз және шым тұз, бір шай қасық соданы уксуспен сөндіріп аламыз да қосамыз. Және одан бөлек 2 жұмыртқаны бөлек ыдысқа дайындап, осы массамызға қосып араластырамыз. Араластырып болдық. Енді бізге 200 грамм қантты қосамыз. Араластырып, оны газға қойып, баяу отта осы қантымыз ерігенше араластырамыз. Оның үстіне 450 грамм ұн саламыз. Сіздің балдың құрамына байланысты, консистенциясына байланысты, егер сұйық болса, онда көбірек ұн кетеді. Қамырымыз осындай болу қажет, өте жұмсақ және қолға кішкене жабысатын болу қажет. Енді оны бөліктерге бөліп аламыз. Менде осындай 7 бөлік шықты. Енді оны пергамент қағазына қойып, ұнды сеуіп, кішкене ғана жайып аламыз. Жайып алдық. Енді үстіне осындай дөңгелек бір ыдысты қойып, шет-шетін кесіп аласыздар, артығын алып қоясыздар. Мінекей кесіп алдық. Осындай дөңгелек болып шығуы қажет. Енді оны 180 градусқа 3-4 минутқа қойып, осындай болғанша күтеміз. Менде 10 корж шықты. Енді тортымызды жинаймыз. Ол үшін бізге қаймақ 400 грамм, 20% және де 1 банка сгущенка қажет. Енді осы тортымызды ақырындап бір-бірінің үстіне қойып, арасына қаймақымызды жағып шығамыз. Қаймағымызды жағып шықтық. Бүкілісіне 2-3 ас қасықтан. Енді біздегі қалған 2 коржымызды осылай бөліктерге бөліп, целлофанға салып, оқтауменен жайып аламыз. Яғни майда крошка болғанша күтеміз. Осы майда жаңағы корждың ұнтақтарын алып, пирогымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Біркелкі етіп, қалың етіп жасап шығуға болады. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Енді бұны жоқ дегенде 4 сағатқа холодильникқа қоямыз. Оның ұзақтығы қаншалықты болса, соншалықты дәмді болып шығады. Ас болсын.